Сәлем достар, 540 есепті қарастырайық. Бірінші есепте амалдардың ретін жазып алайық. Бірінші көбейту, екінші бөлу, үшінші екінші көбейту, төртінші қосу, бесінші ең соңында азайтамыз. Олай болса, бірінші амалды жазып алайық. 10-нан 9 көбейтілген 27-ден 20. 10 мен 20 10-ға бөлінеді. Шыққан сандарды көбейтсек, алымына 2, бөліміне 3 түседі. 3-тен 2 саны түседі. Ары қарай бөлу. 16-дан 5 бөлінген 24-тен 10. 16-дан 5 көбейтілген 24-тен 10-ның кері саны 10-нан 24 деп аламыз. 5 пен 10 5-ке бөлеміз. 16 мен 24-ті 8-ге қысқартамыз. Шыққан сандарды көбейтсек, бөлімі 4, алымы 3 шығады. Үшінші амал көбейту. 9-дан 3. 9-дан 5 көбейтілген 1,20-дан 7. Аралассан бұрыс бөлшекке келтіруіміз керек. 9-дан 5 көбейтілген 20. 1-ді 20-ға көбейтіп 7-ге қоссақ 27 шығады. 5 пен 20 5-ке бөлінеді. 9 пен 27 9-ға бөлінеді. Алымдарын көбейтсек 3, бөлімін көбейтсек 4. Төртінші амал бізде бірінші амал мен екінші амалдан не шықты, соларды қосып алайық. 3-тен 2 қосылған 4-тен 3. Өзара жайсан үлестіреміз. Сонда ортақ бөлімі 12 болады. 8 қосылған 9 шығады. Жауабы бізде 12-ден 17 болады. Соңғы амал, 5-ші амал. 12-ден 17-ні азайтамыз. 3-ші амалда бізден 4-тен 3 шықты. 12-ге келтірейік ортақ бөлімін. 3-тен береміз. Сонда 17 азайтылған 9 шығады алымына. Тең 12-ден 8. 8 бен 12 4 санына бөлеміз. 8-ді бөлсек 2, 12-ні бөлсек 3. 3-тен 2 жай бөлшегі шығады. Екінші есепте бізде бірінші көбейту, екінші бөлу, үшінші көбейту, төртінші азайту, ең соңында қосу орындалады. Бірінші амал бізде 70-ден 69 көбейтілген 23-тен 7 деп аламыз. 7 мен 70 7-ге бөлінеді. 69 мен 23 23-ке қысқартамыз. Шыққан сандарды көбейтсек, алымына 3, бөліміне 10 санын түсіреміз. Екінші бізде бөлу амалы жүреді. 25-тен 4 бөлінген 5-тен 4 тең 25-тен 4 жазып қойайық. Көбейтуге келтіргенде 5-тен 4-тің кері саны 4 пен 5. 4 пен 4 қысқарамыз. 25 пен 5 5-ке бөлінеді. Көбейткенде 1 алымына бөліміне 5 түседі. Үшінші амал бізде көбейту. 5-тен 3 көбейтілген 36-тан 25 деп аламыз. 5 пен 25 5 санына бөлеміз. 36 3-ке бөлінеді. Сандарды көбейтсек, алымына 5, бөліміне 12-ні түсіріп жазамыз. Ары қарай төртінші амал бізде бірінші амал мен екінші амалды азайтамыз. Демек,
10'dan 3 azaytılgan 5'ten 1'de жазып алайық. Азайту кезінде ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі бізде 10-ға тең. Алымына 3 азайтылған 2-ні жазып алайық. Бөлімін өзгертпей жазамыз, алымы 1 шығады. 5-ші амал бізде соңғы амал, қосу амалы. Қосқанда бізде 10-нан 1-ді қосамыз, 12-ден 5-ке. 10 мен 12-нің ортақ бөлімге келтіреміз. Демек, бізде ортақ бөлімі 60-қа тең болады. Алымына 6 қосылған 25 саны түседі. Тең 60-тан 31 саны шығады. Демек, біздің ізделінді өрнектің шешімі 60-тан 31-ге тең. Үшінші есепте бірінші көбейту, екінші бөлу, үшінші көбейту, төртінші қосу, бесінші ең аяғында азайтады екенбіз. Бірінші амалды жазып алайық. 169-дан 120 көбейтілген 60-тан 13. Бізде 120 60-ға бөлінеді. 169 13-ке бөлінеді. Сонда алымына 2, бөліміне 13 жазып аламыз. Екінші амал бөлу амалы. Екі 243-тен 200 бөлінген 81-ден 100. Бөлуді білеміз, көбейтіндіге келтіреміз. Сонда 243-тен 200 өзгермейді. Көбейту 81-ден 100 кері санын береді. 200 бен 100 санына қысқарады. 81 243 81-ге қысқарады. Демек, алымы 2, бөлімі 3 түседі. Үшінші амал бізде көбейту. 13-тен 1 көбейтілген 10. 13-тен 1 көбейтілген 10-ды жай бөлшек ретінде жазып аламыз. Сонда 13-тен 10 бөлшегі шығады. Төртінші амал. Бірінші амал мен екінші амалдан шыққан сандарды қосамыз. Демек, 13-тен 2 қосылған 3-тен 2 қосындысы шығады. Бізде 13 пен 3 өзара жайсан, үлестіріп береміз. Демек, бізде ортақ бөлімі 39-ға тең болады. Алымы сонда 6 қосылған 26-ны береді. 39-дан сонда 32 шығады. Төртінші амалда. Ары қарай 5-ші амал. Осы 39-дан 32-ні азайтамыз 3-ші амалдан. Сонда 13-тен 10 болады. 39 13-ке бөлінеді, сонда 3-тен береміз. Сонда ортақ бөлімі 39 жазылады. Алымына 32 азайтылған 30 болады. Тең, сонда 39-дан 2 жауабы болады. Жауабына жазып қояйық. 39-дан 2 жауабын аламыз. Ары қарай 4-ші есепте бірінші көбейту, екінші көбейту, үшінші көбейтуді аламыз. 4-ші азайту, 5-ші азайту. Бірінші амал жазып қояйық. 147-ден 125 көбейтілген 50-ден 21. Бізде 125 пен 50 25-ке қысқарылады. Ал 147 мен 21 21-ге қысқарылады. Сандарды көбейтсек, алымына 5, бөліміне 14 саны түседі. Екінші амалымызда көбейту. 119-дан 70 көбейтілген 210-нан 17.
Көріп тұрғандарыңыздай 210 мен 70-ке бөлінеді. 119 17-ге бөлінеді. Шыққан сандарды көбейтейік. Алымына 1, бөліміне 21-ді түсіріп аламыз. Ары қарай үшінші амал көбейту. 14-тен 3 көбейтілген 9-дан 7. Бізде 3 пен 9-ды 3-ке бөліп алайық. 14 пен 7-ні 7-ге бөліп алайық. Сонда сандарды көбейтсек алымына 1, бөліміне 6 түседі. Төртінші амал азайту. Бірінші амалдан 14-тен 15 шықты. 14-тен 5 шықты. Азайтылған екінші амалдан 21-ден 1. 14-ге 3-тен 21-ге 2-ден. Демек, ортақ бөлімі 42 саны болады. 15 азайтылған 2 шығады. Сонда 42-ден 13 жауабын аламыз. Бесінші амал бізде тағы азайту, ең соңғы амал. 42-ден 13 азайтылған 3-ші амалдан бізде 6-дан 1 шықты. 6-ны 7-ге өтсем 42 шығады. Демек, ортақ бөлімі 42 болады. Сонда 13 азайтылған 7 болады. 42-ден 6 шығады. Бұл 6-ға қысқартуға болады. Сонда бізде есептің жауабы 7-ден 1-ге тең болды. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, жаңа есептерді жіберіп алмаңыздар. Қош, сау болыңыздар.